Сәлем оқырмандарым. Қарақат Әбділла 45-50 жасымда сахнада ән айтып тұрғанымды көрмеймін. Оның бастамасы бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Қарақат Әбділла 45-50 жасымда сахнада ән айтып тұрғанымды көрмеймін. Сахнада алғаш шыққан жылдар белгілі бір сұхбатымда 45-50 жаста сахнада ән айтып тұрғанымды көрмеймін деген екенмін. Сол кезде 45 деген үлкен кісінің жасы деп ойласам керек. Сөйтсем міне 45-тің ауылына да жақындап қалыппыз. Ал көңілімде мәңгі көктем 18 жас. Енді сол айтқан ойымды өзіме алып отырмын деп жазды әнші. Қарақат алғашқы сұхбаттарында олай айтуының себебін түсіндірді. Ертеректе рас, 45, 25, 30 жастағы апа жеңгелеріміз кәдімгідей үлкен, ақыл тоқтатқан әйел сияқты. Ал 50-дегі ағаларымыз ауылдың ақсақал болып көрінеді. Қазір адамдар жасарып кетті ме, жасын жобалауға келмейді. 40-тағы кісілер қыздай болып, 50-дегілер тәте болып айтуға келеді. Аузымыз сондай жаман, үлкен жасты бермейміз. Барлығы жап-жас болып тұрады. Мұның сыры неде болды екен деп ойлаймын. Бір ойладым, қойдым. Күтім дерсік, басқа дерсік. Десе де әңгіменің төркіні тереңде жатыр ау. Көңіл таза, жүрек таза, ниет түзу. Артық сөз бен реніш жоқ. Өзіне де, өзгелерге де жақсылық тілеп, шуақ шашып, мейірім төгіп, айналаға нұр бөліп, жүретін жандардың жасы болу керек, деп топшалады өнер иесі. Әншінің оқырмандарға қарақатсыз сахнада бос екенін айтты. Тыңдармандарын әнімен қуантып жүре беруді тіледі. Бұны естіген оқырмандары әрине әртүрлі пікір жазылуда. Қазіргі уақыт деген зымырап жатыр. Бір айда, бір аптада, сосын қартайып, үлгермей жатқан шығар деп ойлаймын. Әрине қартаймайық барлығымыз деді. Барлықтарыңызға әп-әдемі, жап-жас болуды тілеймін. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Шоу-бизнес жаңалықтар әрқашан жаңалықтардың бірі болып жеткізіп отыратын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.